Сәлем, қайырлы күн. Мен Ақнұр Алмасқызы. Бүгін үй жағдайында өте жұмсақ, керемет, балапандарыңыз ойнайтын қуыршақтар пісіретін боламын. Ең әуелі бізге қатық қажет. Үйдің қатығы. Үстіне ас содасын салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Араласу керек. Одан кейін қатық өзі результат көрсетеді. Міне, көпіршіп өзінің нәтижесін көрсететін болады. Міне, көрдіңіздер ме? Беті көпіршіп тұрды. Енді бөлек ыдысқа ұнымызды, оған қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, дайындап қоятын боламыз. Жаңағы қатығымызға сұйық майымызды құйып, үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз қатықтың ішінде еруі қажет. Молырақ араластырып тұратын боламыз. Енді дайын болған сұйықтығымызға ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз бізде өте жұмсақ майлы болып шығады, қолға жабысатын қамыр болып шығады. Бізде қамырды жайған кезде астына ұн себелеп оқтаумен жаятын боламыз. Өйткені бізде қамырымыз жабысқақ келеді. Жақсылап қамыр илейміз. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне, осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Мен қамырды 3-4 бөліктерге бөліп, жайып алдым. Мен молырақ істеп жатырмын. Мен жасап атқан қуыршақтардан 40 данасы шығады. Осы жайылып атқан кезде біз жаймас бұрын астына ұн себелеп, сосын барып қамырды жаямыз. Мен де мынандай ыдыспен кесіп алдым. Қаймақтың ыдысы. Домалақ шығу үшін. Жайлап табамызға орналастырып шықтым. Пергамент қағаз төсеп. Жайлап алмасаңыздар, қамырымыз үзіліп кетуі мүмкін. Міне осылай мен орналастырып шығардым. Бұлай дөңгелек ортасынан тесіп қойсаңыздар да болады. Жылтыр болу үшін бетіне мен үйдің қатығын жағып шықтым. Осылай қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Міне дайын болды. Енді қызып тұрған табамыз да пісті. Біздің қуыршақтеріміз өте жұмсақ, керемет болып шықты. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.